Ассалаумағалейкум, жерлестерім. Мен дағы сендер өскен жерде өскенмін. Құнарлы топырағының нәрін татып, құйынды жыларыммен желдескенмін. Салайын әнімімен балдайынды, айтайын мынау жұртқа қал жайыңды. Айтпасыма қоймады күйген жүрек, көз көріп тұрғаннан соң жағдайыңды. Бұрынғыдай ауыл жоқ, бірлік кеткен. Ауыл қалды қаусырап, тірлік кеткен. Жайыңды жырға қостым өте мұрат, дүркіреп тұрған еді бірлік деп мен. Еске алып, ауылды біз толықсыдық. Тұрған еді қаншама адам қоныс құрып, жапанда жәутеңдеумен сенде қалдың, бір ойда орын тепкен орыс құдық. Кенеттен ойыма бір жыры қонды. Демеңдер, бұл баланың жыры мұңды. Бәрі де тастап кеткеннен соң мен қалай жырламайын жырығымды. Тау тас бұл ауылдың керемет ау. Керемет әрбір жанға керек ау. Тауларың еңсесінде көтер алмай қалдың ба сағың сынып керек ау. Сағындым керек ау ауылымды. Ыстық жел аптап ескен дауылыңды. Қайда кетіп барамыз, қайда кеттің, туған жер тастап барлық бауырыңды. Көл болып төгілсе де жасым мейлің, кешірім сұрап мен де басым дейдім. Ауылдас ағайындар аман бысың, кетпесін осы ауылда қалсын дейдің. Отырмын тамшы жырмен теңіз құрап, ауылым бұл ауылмен егіз құрақ. Созылған көк тауымның іргесінде көп қауым қоныс құрған керіз бұлақ. Киелі жердер өзіңді, сағынып қалып бұнау мен өзіңді. Дәуіт ата бейіті жатқан ауыл, көргенде жанашиды керізімді. Атыңды жырға қоссам жарасар ма, өзіңмен бірде біреу таласар ма? Сен дағы мұңға батып отырмысың, қанатыңнан айрылып жаңа шаруа. Іштегі мұңды шертіп салды мәнге, шаршаңқы болып тұрау тамды мәне. Баяғы ығы-жығы адамдар жоқ, осылай тамдым қаусап қалды мане. Үйінің ауласына қар үй салып, тұрушы еді таза ауада әр үй халық. Бүгінде қар үй саны сейіліпті, сен соны байқадың ба, Балиманов? Жеке тұр жаңа тамды жаңашалап, адамдар жүруші еді тамашалап. Сенде де халық саны азайыпты, байқадым мен де оны жаңа қарап. Бұл менің мақтауым ба, даттауым ба, зарығып шөгіп қапты ақтауымда. Қимастан елін олда жылап жатыр, көз жасын көктен төгіп ақшауында. Әр түні жарық шашқан бар аспанға, өзіңмен жұлдыздарда таласқан ба? Жұлдызы болған мына Қызыл құмның еңсесін түсіріпті ау Сарапшанда.